Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ішек қарыннан жасалатын әсіптің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте оңай және дәмді болып шығады, достар. Жасап көрсеңіздер болады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттарымыз: ішек, қарын, бауыр, жүрек, тағы да кішкене ет қосып жібереміз. Бұлардың барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап алатын боламыз. Күрішімізді 10-15 минутқа жылы суға салып қойып қоятын боламыз. 3 бас пиязымызды майдалап турап алдым. 2 бас сәбізімізді ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді оған кішкене тұз, қара бұрыш және қызыл бұрыш қосып, барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. 1 кесе жылы су құйып жіберсеңіздер болады. Сонымен барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Ішек қарындардың ешқандай иісі шықпайды. Оларды жуып тазалап алғаннан кейін қайнаған суға салып қайнатып алатын боламыз. Жарты сағатқа кейін суығаннан кейін оларды турап, ет тартқыштан тартып, осылай қолдана берсеңіздер болады. Ешқандай иісі шықпайды. Араластырып дайындап алдық. Менде ішектер 2 ішек бар. Біреуі сиырдың ішегі, біреуісі жылқының ішегі. Жуып тазалап алғаннан кейін тұзға жуып алдым, иісі қалмау үшін. Оңғаратып алып, ортасынан бөліп алатын боламыз. Менде ішек ұзын болғандықтан ортасынан бөліп алдым. Баклажканы қолданатын боламын. Баклажканың басын кесіп алып, осылай салмамызды салсақ, өте ыңғайлы. Ішектерге салғанға ыңғайлы болады. Сіздер де солай қолдансаңыздар болады, достар. Осылай салмамыздың барлығын ішіне салып алатын боламыз. Қатты нығыздап салуға болмайды. Қайнап жатқан кезде жарылып кетуі мүмкін. Нығыздамай, әдемі қылып салып шығатын боламыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қарап, өздеріңізге ұнаса лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Астында өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Сілтемелер қалдырып кетемін. Өздеріңізге ұнаған рецепттер болса, жасап көрулеріңізге болады. Және де әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісулеріңізге де болады. Осылай барлығын салып алатын боламыз. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мен қуанатын боламын. Осылай барлығын салып алып, әсібіміздің бастарын байлап шығатын боламыз. Жіппен қатты етіп байлаймыз, қайнаған кезде ашылып кетпеу үшін. Және де менің әсіптерім жұмсақ болды, ішін бостау етіп салып алдым. Енді мұздай суымызға, қазанға салып қайнататын боламыз. Бетін жауып қойып қойдым. Қазанымыз уже қайнай бастады. Көбікшелер шығады. Бетіндегі көбікшелердің бәрін тазалап алып алатын боламыз. «20 минут қайнағаннан кейін әсіптеріміздің барлық жерін иненің көмегімен тесіп шығатын боламыз. Абайлап жасаймыз. Ішінен су атқылап шығуы мүмкін. Майлары шығады. Күйіп қалмаңыздар. Бетін барлығын тесіп алғаннан кейін астында тесіп алатын боламыз. Абайлаймыз. Әсіптеріңіз шашылып, жарылып кетпесін. Әр жерінен тесіп алатын боламыз. Солай менде
2 сағат әсібім қайнады. Әсібімнің ішіне ет, сүйек те салып жібергенмін. 5 бармақ салып жесеңіздер де болады. Өте майлы сорпасы дәмді болып шығады. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Менің тұз салған кезім түспей қалыпты. Астын жай қойып, 2 сағатқа қайнатып қоямыз. Әсібіміз өте әдемі болып қайнап жатыр. Бетіндегі майына қараңыздар, достар. Қажет емес көбікшелердің барлығын тағы да алып тастаймыз. Екі сағаттан кейін уже дайын болады. Жасап көріңіздер, достар. Жасап көріп, астында комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Әсібіміз дайын болғаннан кейін сүзіп алып, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Күріші пісті, ішінде еттері де пісіп, өте әдемі болды. Осылай тарелкаға салып алатын боламыз, кесіп. Жасап көрсеңіздер болады, достар. Менің видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, достар. Сіздермен бірге болған сандуғаш. Қош сау болыңыздар.